Мен ағайынды Гримм ертегісін оқыдым. Ертегінің ішінде маған ұнағаны алтын қаз. Біз бұл ертегіні сынып бойынша оқыдық. Қазір толық ақпарат алғыларыңыз келсе, біздің сынып оқушысы Мерей айтады. Сәлеметсіздер ме балалар? Мен ағайынды Гримм ертегілері кітабынан алтын қаз деген ертегіні оқыдым. Ол өте күлкілі ертегі екен. Баяғыда бір отыншының Ганс деген мейірімді ұлы болыпты. Ол мейірімді ұлы отыншы ауырып қалған кезде орманға отын шауға барыпты. Сол кезде кішкене тынығып алайын деп асып шығып отқанда, қасына кішкентай бойлы қария келіп, астынан кішкене бөліп берші деп сұрапты. Ганс оған келісіп, астынан кішкене бөліп береді. Қатты қуанған қария оған өз қолындағы тұрған алтын қазды ұсынады. Ол ұсынғанын алып үйіне қайтып ұйықтайды. Алтын қазды көргенде екі қыз оға қатты таңғалып ұстағысы келіп кетеді. Екеуі де ұстап қалып еді, екеуі де жабысып қалады. Боға тұрған Ганс оларды көріп, түк көрмегендей ұйықтап қалады да іштен қатты күледі. Таңертең тұрып түк білмегендей Ганс алтын қазды қолына көтеріп жолға аттанады. Сол кезде Ганс Қомағайға кездеседі. Қомағай, неге артына ілесіп бара жатсыңдар деп ашуланып, бір қыздың көйлегін ұстап қалып еді, ол да жабысып бірге кетеді. Ганс Сусамырға кездеседі. Сусамыр да дәл солай ашуланып, Қомағайдың белдемшесінен ұстап қалып еді, ол да бірге кетеді. Сөйтіп, барлығы сол ханзаданың сарайына келеді. Ары қарай жалғасын білгілеріңіз келсеңіздер, онда осы ағайынды Гримм ертегілері кітабын алуды ұсынамын. Балалар, мен ағайынды Гримм ертегісінен Ақгүл мен Раушангүл ертегісін оқыдым. Ол ертегі қызықты. Ақгүл мен Раушангүл мейірімді, ақылды, еңбекшігіс қыздар болды. Мен сол ертегіні қазір айтып беремін. Ақгүл мен Раушангүл өте кедей қыздар болған еді. Қысты күні олардың есігін біреу қағады. Бұл кім болды екен деп есікті ашып қараса, үлкен аю тұрады. Кешіріңіздер, пештеріңізге жылынып алсам бола ма дейді. Қыздар оны үйіне кіргізеді. Аю енді олардың үйіне жиі келетін болды. Көктем оралған кезде аю қыздарға былай дейді: сендерге көп рахмет. Енді ормандағы сандықшамды ергежейлерден құтқаруым керек дейді. Ертегі немен аяқтағыларын тыңдағыларыңыз келсе, кітапханадан ағайынды Гримм ертегісін алып оқысаңыздар болады. Балалар, мен сіздерге ағайынды Гримм ертегілерінің ішінен Қыш құмыра деген ертегіні айтып беремін. Бұл ертегіде кедей отбасы туралы айтылған, және ол отбасыда анасы мен қызы ғана өмір сүрген. Қызы жолда кетіп бара жатса, бір әжейді кезіктіреді. Ол сиқыршы еді, бірақ оны қыз білмеді. Сиқыршы қояндармен сөйлесіп жатыр екен. Қыз одан сұрайды: қояндардың тілін қалай білесіз деп. Сол кезде сиқыршы қызға айтады: бұл менің қабілетім деп. Сиқыршы қыздың жағдайы жоқ және оның кедей екенін білетін. Сол үшін оған қыш құмыра береді. Қызға айтады: қыш құмыра піс десең, құмыраның ішінен тіл үйіретін ботқа піседі. Ал қыш құмыра оттан түс десең, қыш құмыра ботқа пісуін тоқтатады. Сол кезде қыз жүгіріп барып қуанып үйіне қайтады. Барлығын анасына айтып береді де, анасы екеуі ботқаға тойып алады. Кейін қыз серуенге шығып кеткенде, анасы тағы да ботқа жегісі келеді. Сол кезде ботқаға қарны тойғанда, ботқа пісіруін тоқтатпай, шатырға жетіп көшеге шығады. Сол кезде анасы айғай салып далаға шығады. Көшені бойлай аққан ыстық ботқа қызға да жетеді. Сол кезде қыз үйіне жүгіріп барып, шатырға шығып, қыш құмыра оттан түс дейді. Сол кезде құмыра
ботқа пісіруін тоқтатады да, сосын бәрі ботқаға қарық болады. Тіпті қаладағылар да ботқа жейді. Бұл ертегі сіздерге ұнаса, біздің кітапханадан алып оқыңыздар. Оқушылар, мен кітапханадан ағайынды Грим ертегісін алып, арасынан үш айғанды деген ертегіні оқыдым. Бұл ертегіде ағайындылардың әрқайсысы өз ісіне шеберліктің шыңына қалай жететінін көрсетеді. Бұл ертегі бізге құнды шындықтарды жеткізеді. Кәсіпті шебер меңгеру, ата-ананы ардақтау, туған-туыс досқа қолдау көрсету, бақытты өмір сүру. Оқушылар, ертегінің негізгі идеясы жарасымдылық, бауырластық, достық, сүйікті іс адамға байлықтан да көп береді. Үш ағайынды ертегісі бізге дұрыс өмірлік нұсқауларға қабылдауға көмектеседі. Достық пен туысқандық байлықтан да қымбат. Оқушылар, сендер үш ағайынды ертегісін оқуларыңа кеңес беремін. Рахмет. Ағайынды Грим ертегілерінің ішіндегі Ақшақар мен жеті ергежейлі кітабын оқыдым. Ол кітап өте қызықты. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Мен сіздерге соның қысқаша мазмұнын айтып берсем. Бірде патша мен патшайым қызды болыпты. Олардың қызы Ақшақар екен. Ақшақар ақ қардай, сұлу, нәзік қыз екен. Ол қыз өте әдемі. Бірақ олардың мамасы қайтыс болады. Сол кезде әкесі бір зұлым әйелге үйленеді. Ол қызды жақтырмайды. Оның бір сиқырлы айнасы бар екен. Ол сиқырлы айнасы оған бір күні Ақшақардан асқан ешқандай сұлу жоқ дейді. Оны естіген жауыз зұлым әйел шынданады. Сол кезде оған ана қызды орманға апарып таста дейді. Ол қыз оны естігеннен кейін өзі-ақ қашып кетеді. Одан кейін ол орманда адасып жүріп, бір кішкентай ғана үйшікті көреді. Қыз ол үйшікті көріп, жинамақ болады. Ән салып жинап жүргенде, оның дауыстарын естіген ормандағы аңдар да онымен бірге қосылып, үйін жинасуға көмектеседі. Одан кейін Ақшақардың ұйқысы келіп, жеті кереуетті біріктіріп, сол кереуетке ұйықтап қалады. Ақшақарлар кешке жеті ергежейлілер кешке үйлеріне келген кезде үйдің өзгергенін көреді. Ол бір кезде біреуі қараса, перденің ар жағында біреу жатқан секілді көрінеді. Олар қараса, Ақшақар төсекті біріктіріп жатыр екен. Сол кезде олар аң-таң болып шулайды. Ақшақар болса оянып кетіп, басынан өткен жағдайдың бүткілін айтып береді. Егер сіздер сол ертегінің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, сол ағайынды Грим ертегілерін алыңыздар. Балалар, мен ағайынды Грим ертегілерін оқыдым. Ағайынды Грим ертегілерінің ішінде маған орман құбыжығы деген ертегі өте қатты ұнады. Мен сіздерге қазір сол орман құбыжығы деген ертегіні айтып беретін боламын. Бір күні бір ауылда бір адам тұрыпты. Оның қорасына түнде бір үкі келіп қонады. Таңертеңгісін әлгі адам қорасына малын шығарайын деп жатқан кезде үкіні көріп шошып кетеді. Көршілерін шақырады. Бірақ көршілер де оны көріп шошып кетеді. Сол кезде қаладан сарбаздар келеді. Қаладан сарбаздар да оның екі бадырайған көзін көріп шошып кетеді. Сіздер арғастай не болды деп ойлайсыздар. Сіздер кітапханадан осы ағайынды Грим ертегілерін алып оқысаңыздар, оқуға кеңес беремін. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен ағайынды Грим ертегілерінен Бремен музыканттарын оқыдым. Бұл ертегі өте қызықты. Қазір мен сіздерге осыны айтып беремін. Бір күні бір диірменшінің есегі болыпты. Ол деген шаруаға жарамай, иесі оны қуып жібереді. Енді қайда барып күн көремін деп ойлай десек, Бремен қаласына барып, сонда музыкант болайын дейді. Ол жолда келе жатып төбетті кездестіреді. Мен де қартайдым дейді төбет есекке. Көзім нашар көреді, құлағым нашар естиді. Иемнің үйін дұрыстап күзетуден де қалдым, дейді. Сол кезде есек оны қатты аяйды. Төбет, сен менімен жүр, екеуміз Бремен музыканттары болайық. Сен барабанда ойна, дейді. Олар кешікпей мысықты кездестіреді.
Мысық оларға өз басындағы қайғысын айтып мұның шағыпты. Екі аяған дос бірге алады. Мысық, сен сыбызғыда ойна. Үшеуміз әдемі жақсы достар болайық дейді. Біз Бремен музыканттарын болайық дейді. Сол кезде олар жүріп жатып бір әтешті кездестіреді. Әтеш кукарику деп шығады. Сол кезде сен неге қалпанып отырсың дейді үш дос. Мені ем сойып сорпа жасамақшы болды. Мен тез қашып кеттім дейді. Сол кезде олар барлығы бірге жиналып айтады: сен бізбен жүр, сенің даусың әдемі шырқырап тұр, сен әнші боласың дейді. Олар жүре беріп түн деп атады. Сол кезде олар бір жарықты көреді орманда. Ол жақта үйде көп қарақшылар шай ішіп отырады. Олар деген есікті қағып келіп сындырады да, есек деген ұрып, ал ит деген тістеп алады. Мысық деген мияулап, ал әтеш кукарикулап жібереді. Сол кезде қорыққан қарақшылар тез қашып кетеді. Ең батылын жібереді. Олар деген бірақ есек пен ит, мысық, әтеш оны да қуып жібереді. Одан кейін ол қарақшыларды ешкім көрмепті. Ал ит, төбет, мысық, әтеш сол жақта тұратын болыпты. Егер де сізге осы ертегі ұнаса, сіздерге осы кітапты оқуға ұсыныс беремін.